Бұрын үлкен кісілер әншілерді жеріне жеткізіп мақтағанда, қыза келе, ана қырдың басындағы ауылда тұрып шырқаған әні мына қырдың басындағы ауылға жетіп жататын дейтін. Бұл жалпы өзі әсірелеу ма қазақы, әлде шынында да сондай кісілер болған ба? Жоқ, бұл әсірелеу емес, бұл былай айтқанда экологияда байланысты ғой деймін. Мен өзім есімде бар, Мойынқұм ауданына Илья Жақанов бар, 4-5 адам қонаққа бардық. Бәрі жақсы қарсы алып, сипап, кешке қарай тігулі машылардың үйіне барамыз. Олар еттерін даярлап, мәрәсәрім, мейрам жасайтын. Естің алдына шығып айтасын, далада жұлдыздар жымыңдап тұр. Өпеткен дыбыс жоқ, жел жоқ. Бір тымық ауа. Ертеңінде Жазылбек Қошбаевтың үйіне шақырып, ақсақал. Сонда сол кісінің үйіне келіп, 1-2 адам дауласып жатты. Өйткені біз түнде болған малшының үйіне біздердің келгенімізді хабарламапты. Жанындағы 6 километр, 4 километр, 5 шақырым жерде жаңағы өзектің бойын қуалап малшылар отыр ғой. Сиыршылар, қойшылар. Екіншісі жаңағы өкпе назын айтып отыр. Сен кеше мына Қайратты шақырып, бізді не шақырасың, салсаң нен кететін ірісіңізді жеп кетеміз. Біз бір қойымыз сүйреп бізде жетерек, малың жетпесе. Біз неге шеттетесің, біз неге ән тыңдамадық деп. Сөйтсе 4-5 шақырым жерде отырған жаңағы малшылар екен, бір-бірін естіп, менің дауысымды естіп отырған. Сонда жаңағы бұл 1 мен 2 ме екен, 12-ден кейінгі асқан уақыт, өпеткен жел жоқ, мөлдіреп тұрған салқын ауа, жұлдыздар жымыңдап тұр, тырс еткен дыбыс жоқ. Сонда мен шіркін кеудемді керіп бір өлең айтайыншы дегенде, сонда жаңағы тұнық ауада жан-жаққа таралады екен. Қыс кезінде концерттік сапармен шықтық дейді Жүсіпбек Елебеков айтады. Әміре бастаған басқалар бар, бәріміз шығып, елді аралаймыз. Ол уақытта сахна жоқ, қой-қорада ән салдық дейді. Алқам-салқам жыртық қой-қора. Содан бәріміз айтып болғаннан кейін соңынан Әміре айтып аяқтайтын дейді. Әмірені жібере қоймайды, ол біраз ән кейде таңға дейін сұрап отырып болатын ауылдың адамдары дейді. Жаңағы жерде бір 10 шақты әннен кейін дейді, 7-8 адам қысты күні аттарымен қосып, бұрқырап жетіп келді, борандатып дейді. Келіп, сәлем беріп кешіресіз, біз осындай 12 шақырым жерде жатқан жылқышылар едік. Ағамыздың дауысын сол жақтан естіп, дер кезінде бізге хабар келмеді. Дауысты естіп, концерт болып жатқанын естіп, шұғыл жетіп ек. Әбәкенде рұқсат болса тағы да 1-2 осы әніңізді естіп кетсек деп жаңағы отырғап қол қалады дейді. Сонда 12 шақырым жерден жаңағы жылқышылар далада ана кісінің дауысын естіп, шұғыл атқа мініп жеткен ғой. Міне сондай дауыстар болған. Жаңағы Қалибойжановтың дауыстары, бұлардың дауыстары әләп еді. Үкілі Ыбырайдың дауысы. Үкілі Ыбырайға айтты дейді, Сәбит Мұқановтың жазғанында ма, сол дауысының күштілігін көрейік деп, бір айғайды басшы деген ғой. Жарайды деп, айғайды басып қалғанда жатқан тарғылмыс қысты күні ғой. Жанып тұрған пешті кіріп кетті. Осындай жағдайлар көп болады. Әнге кезек келіп қалған секілді аға. Сіздің қызыл асығыңыз қол қалаймыз. Қыз емес, қыздың атай қызласақ, жасыр көп қыз балағы ой болғанға ашық. Әзілмен ебіл тауып сөйлемеген жігітті қарап тұрсам, о шіркін өз ай жасығы, ой гөй, егай, 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 ой, лилалай, лилалай, лилалой, лилалой, лилалай, лилалай. Бәрекелді аға.